Сәлем достар, бүгін менің каналымда бауырды өте жұмсақ етіп пісіретін өзімнің құпия әдісіменен бөлісетін боламын. Ең алдыменен осындай бауырымыздың сыртқы пленкасын осылай қолменен алып тастаймыз. Сонда жұмсақ болып пісетін болады. Бір шетінен осылай шығарып алсаңыздар, оңай ғана алына береді. Енді жақсылап екі бетінен де қолымызды осылай басып отырып барлық пленкаларын алып тастаймыз. Енді қаласаңыздар үлкен бөліктерге бөлсеңіздер болады. Төртбұрыштылап немесе жіңішкелеп ұзыншалап турасаңыздар да болады. Менде осылай кішкене кубиктап турадым. Қатты қалың қылып жібермеңіздер, өйткені арасы жақсы піспей қалуы мүмкін. Осы көлемде турап алсаңыздар болады. Бауыр ағзамызға өте пайдалы, қан көбейтетін. Сол үшін тез дайындап тұруға тырысамын. Енді пиязымызды турайтын боламыз. Пиязыңыз көбірек болса, сулы, өте жұмсақ болып пісетін болады. Менде пиязға мұқият қарасаңыздар, пиязды дөңгелекшелемей осылай осынша күйінше турап аламын. Өйткені қуырған кезімізде пиязымыз өшіп кетпеу үшін, жоқ болып кетпеу үшін жақсылап осылай ұзыншалап тураймын. Пияздарыңыз өшіп кетпей, өте әдемі болып пісіп шығатын болады. Мінекей, енді табамызға майымызды құйып аламыз. Және де пиязымызды сала отырып, бірінші жақсылап қуыратын боламыз. Достар, видеоны көре отырып, видеоның астындағы подписаться батырмасын басып, менің каналыма тіркеле кетіңіздер. Тіркелген болсаңыздар, міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Мені қолдап, қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қоса кетсеңіздер, менің каналымнан көптеген рецепттерді таба аласыздар. Мінекей, пиязымызды салдық, және де жай арасында араластыра отырып, бетін жауып, орташа отта қызарғанша жақсылап қуырып аламыз. Міне, пиязымыз қызарып әдемі болып қуырылды. Енді бауырымызды саламыз. Барлығын жақсылап салып, пиязымызбенен араластырып, келкі етіп, әдемілеп қуырып алатын боламыз. Дәмдеуіштерді өз қалауларыңыз бойынша саласыздар. Менде тұз, паприка және кориандр салдым. Қалаларыңыз бойынша қарабұрышты салсаңыздар да болады. Бірақ мен қарабұрышты салмадым, өйткені тамақты ащы болуын қаламадым. Бауырларыңыздың бетіне пиязға салып жесеңіздер де болады. Мінекей, енді барлығын бір келтетіп араластырып аламыз. Өзінің соғы шығып, өзінің соғында жұмсақ болып пісетін болады. Мінекей, өзінің суыменен өте дәмді, әдемі шыққаны видеоның ақ көрініп тұр. Пияздарымыз байқасаңыздар өшіп жоқ болып кеткен жоқ. Сол күйі үлкен болып, өз суын сақтап пісіп шығады. Мінекей, енді ыдыстарымызға салып, ыстықтай дастарханға тақсаңыздар болады. Мен де бетіне пияз турап, укроппенен араластырып, солай ұсындым. Сіздерге ұнаған болса,
лайк баса кетуді ұмытпаңыздар, және комментарийға сіздерде қалай қуыласыздар солай жазып кетіңіздер, бөлісе отырайық. Мінекей бауырымыз дайын, өте керемет болып шықты. Суығының барлығы өзінен шығады. Барлығыңызға ас болсын.